жаны аз болатын. Пайғамбарымызбен бірге келгелі бері берекет келеді, мал жандар көбейеді. Сөйтеді Абу Талиб кәдімгідей басқа қалаларға, Шам өлкелеріне, Бусраға кәдімгідей сауда керуенмен бара алатындай жағдайға жетіп қалады. Сөйтіп 12 жас кезінде сол мал жандарын жинап барып, Шам өлкесіне саудаға барайын деп Абу Талиб жиналады. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің көкесіне айтады: "Я көке, сенен маған қатты жаны ашитын адам ешкім жоқ бұл өмірде. Сөйте тұра, сен мені осы жаққа жалғыз тастап кетіп бара жатсың ба? Өзің кетіп жалғыз мен осы Меккеге қалдырасың ба?" деген кезде Абу Талибтің ана кісінің айтқан сөздеріне жүрегі дауаламай не істейді? Бірге барайық дейді. Сөйтіп ол кісіні Шам өлкесіне бірге алып кетеді. Сөйтіп анау Бусра деген қалаға жеткен кезде соның шетіндегі бір монахтың шіркеуінің шетіне тоқтайды. Бір монахтың. Ол монахтың аты Бахира деген еді. Бахира деген монах. Ол Бахираға деген көп арабтар көңіл бөлмейтін, бірақ та бұл кісі өткен кеткен керуендердің бәріне күн далаға шығып Арабстаннан келетқан болса, міндетті түрде соларды қарайтын екен. Ол кезінде иудей дінін қабылдаған болады. Кейіннен барып христиан дінін оқып, христиан дініне өткен кісі болады. Өзінің қолында бір кітап болатын, ол кітаппен өзінің басқа келген кісілерге үкімдерін жасап, шариғатта өте адамдардың арасында құрметті болатын, айтқан нәрселері дөп келетін. Сол өзінің кітабында соңғы пайғамбардың келуін күтіп жүрген адам екен. Сол бүкіл пайғамбарлардың белгілерін осындай заманда, осындай уақытта Алланың елшісі қазір біздің жанымыздан өту керек дегендей, соған дейін точка білетін де уақыт. Сол кезде қараса Құрайш тайпалары келе жатыр. Сол Құрайш тайпалардың алыстан байқағаны, Құрайш тайпаларының үстінен бірге бір бұлт келе жатыр. Ол да пайғамбарымыздың бағана мұғжизат деген айтады ғой. Осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бұл ирхастары. Ирхас дегеніміз қандай деп еді? Пайғамбарлық келмей тұрып, пайғамбарымызға берілген қасиеттер. Жаңбыр жаудырып жатыр, жерде көгеріп жатыр, есек семіріп жатыр. Оның бәрі не болып отыр? Ирхас деп атаймыз да. Ирхас дегеніміз пайғамбарлық келмей тұрып, ол кісіге берілген осындай кереметтерді. Сол кездегі бағанағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ана кезінде Халима анамызбен балалар ойнап жүрген кезде айтатын ғой: "Күн ыстық, кішкентай Мұхаммед не істеп жүр?" деген, далада жүр. "Неғып оны далаға жалғыз қалдырасыңдар?" деген. "Анашым, ант етемін, оған ештеңке емес, күн түсіп тұрған жоқ." "Қалай?" деген. "Оның артынан ылғи да бір бұлт жүреді" дейді. Бала кезінен пайғамбарымыз қай жақта жүрсе, соның төбесінен бір арнайы көлеңкелеп жүретін бұлты бар екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тура солай Бусраға келген кезде төбесінде көлеңкесімен келген, бұлтымен келген. Сол кезде ана Бахира бірден түсінеді да, үйіне жүгіріп барып дастархан жайдырады да, өзінің көмекшісін барып, ана бағана келген Құрайш тайпасының бәрін қонаққа шақыр дейді. Сөйтіп бүкіл қонақты, ана кісілер бәрі қонаққа келген кезде ана мал жанға қарайтын бір охранник керек дейді де, 12 жастағы Мұхаммед тастап кетіп отырған пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Сол кездегі Бахира бағанағы кімдер келатқан кезде, бұлт келатқан кезде қонаққа шақырмай тұрып, келіп тағы несін көріп кеткен еді, пайғамбарымыз бір ағаштың астына отыра қалған еді. Ол ағаштың жапырақтары бүйтіп өздері иіліп, пайғамбарымызға көлеңкелеп тұрған еді. Сөйтіп Бахира екінші белгіні көрген еді. Ол ішінен айтты: "Бұл ағаштың астына тек қана пайғамбарлар ғана отырады" дейді. Яғни сондай бір ағаш бар, тек қана астына кімдер отырады екен? Пайғамбарларға. Сөйткен кезде пайғамбарымызға сол ағаштың астына басқалар жанда бар, басқалардың отырды, пайғамбарымыз ғана отыр астында. Ағаштар бүйтіп иіліп жатыр. Сонымен төбесінде бұлты бар. Құрайш тайпасын шақырса, бір адам жоқ ішінде. Сол кезде ана кісі тұрып, Құрайш келгенімен тайпасы бұлт кемеді. Бұлт сияқты қалып қойды. Бұл содан кейін біліп қойды да кемегенін. Сонымен айтады: "Араларында бәрі келді ма?" "Бәрі келді, бір бағана охранник қалдырып кеттік" дейді. "Болмайды, ана кісіні шақырыңдар" деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды шақыртып алады. Сөйтіп елдің бәрі келгенде топтың назары кімнің жанында жүр? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жанында жүр. Былай айналады, көзіне қарайды. Өстіп келіп
бағанағы несінен сұрайды. Абу Талиб деген көкесінен сұрайды. Бұл баланың туысқаны сіз боласыз ба дейді. Иә деп айтады. Бұл кім сізге болады десе, бұл менің балам деп бұрынғы атасы жауап береді. Негізі дейді, біздің кітаптарда оқығанымызда бұның баласы әкесі болмау керек деген. Иә, бұл менің інімнің баласы десе, енді дұрыс айттың дейді. Одан кейін бұның шешесі қаяқта десе, бұның шешесі қайтыс болды десе, бағана Бахира, дұрыс айттың дейді. Өз сұрап отыр, өзі не дейді, өз жауап береді. Шешесі бұның қайтыс болу керек, дұрыс айттың дейді. Сөйтіп көптеген сұрақтарды қояды. Сонымен Абу Талиб ол да қайтыс болды деп жауап береді. Бахира келіп, әтейі пайғамбарымыз сынап көру үшін пұттардың атымен ант етеді. Енді Лат, Уза деген сақтымен ант етіп балаға сұрақ қояды. Сол кезде не дейді? Пұттардың атымен ант берме дейді кішкентай бала. Дүниеден олардан асқан менің дұшпаным жоқ. Мен оларды жиіркенемін дейді. Яғни атеист деп отыр да сұрайды. Онан кейін Бахира әтейі келіп Аллахтың атымен ант сұрайды. Ұйықтайсың ба деп сұрайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, менің көзім ұйықтағанмен дейді, жүрегім ылғи да ояу дейді. Яғни көзім физически ұйықтап жатқанмен жүрегім ылғи да ояу дейді. Осындай Бахира бүкіл өзінің кітаптарындағы бар белгілердің бәрін оқиды да бұның пайғамбар екенін біледі. Сөйтіп алдына отыра қалып тізерлеп, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мұхаммад абдуху ва расулух деп ана кісі айтады. Мына көздерінде қызарған түс тумасынан ба, әлде кейден пайда болды ма дейді. Бағана көзінде қызарғанды айтып жатыр. Сөйтеді, ол туғаннан бар деп бана Абу Талиб жауап береді. Онда оның кісіге барып тағы айтады, онда арқаңды көрсетші маған дейді ғой. Елдің бәрі арқасынан несін көргісі келеді? Пайғамбарлық мөрі бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз ұялып басында көрсеткісі келмейді. Сөйде ана кісі қыспастаптан сұрағаннан кейін Абу Талиб айтады, көрсете ғой, мен бармын, жанды қорықпа деп. Көрсеткен кезде Бахира отырып, ана кісінің артындағы мөрін көргенде жылап, сүйеді мөрін. Мен куәлік етемін, сен Аллахтың расулысың, елшісің деп сол кезде куәлік береді Бахира. Міне әлемдердің міне мырзасы, міне күллі ғалам Раббысының расулы, міне Аллах тағаланың әлемдерге рахымдылық ретінде жіберген ұлы пайғамбар деді. Сол жердегі Құрайштар, бағанағы Мұхаммедтің пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жанынан айналып шықпай жүрген топтың дейді. Сол жердегі елдің, бұлар айтқан кезде Құрайш тайпаларының, араб елдерінің ол кездегі авторитеттері өте төмен болады. Сол жердегі Византияға қараған мемлекеттер, ол жер сол кездегі бір кәдімгідей бірінші сыпатты адамдар сияқты болды да, ана кісілер бір кеп жүрген нелер сияқты ғой, разнорабочийлар сияқты болып болған. Соның өзінде солардың өзінен дін басыларының попы ғой үлкен бұл кісі. Пайғамбарымыз жанында сөйтіп жүріп, оның жанында сөйтіп жүрген кезде қарады, мына Мұхаммедтің абыройы өте жоғары екен деп ойлады да. Абыройы өте жоғары екен деп. Сөйтті да бағанағы Бахира деген поп айтады, сен бұл баланы қаяққа баратсың? Мен бұны Шамға алып баратырмын. Сауда керуеніне сояққа кетіп баратырмын. Сен бұны міндетті түрде Шамға ешқашан апарма дейді. Неге десеңіз, өйткені ол жердегі бағанағы бұны күтіп отырған мен сияқты иудейлер бар дейді. Олардың бар арманы бұны өлтіру дейді. Ояққа сен қазір барсаң, бұған бір нәрсе болып қалуы мүмкін. Сол үшін осы жерден қайтсаң жөн болар еді деп. Абу Талиб өзінің Шамға деп алып барған, Дамаскыға алып баратқан бүкіл дүние малдарын осы Бусра қаласына тоқтап, осы жерде бәрін сатып, бағана поптың сөзін естігеннен кейін қайтып кетеді. Барлық жағынан көркем есі болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөйтіп ары қарай өсе береді. Сөйтіп жасы 17-ге толған кезде, жасы бағана 12-де болған, қазір жасы 17-ге келді. Енді Йемен деген, Шам деген жоғары болса, Йемен деген астында мекені. Бағанағы біз ана кімді айтып едік қой, таспен өлтіретін абай билік құстары кімді өлтіріп еді? Абраха деген. Ол Йеменнің астынан шыққан, енді алдында Құлайс деген жерге.
Сол жерге қарай тағы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір бауыры Зубайыр деген көкесі сауда керуенімен шығады. 17 жасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам